мәдениет саласының ардагері, Жыланды ауылының тұрғыны Қасымов Ильяс ағамыз ортамызда. Қош келдіңіз. Мәдениет адамды тұлға деңгейінде көтеретін негізгі құрал. Мәдениеттің өзекті бөлігі өнер деп жатамыз. Шынында өнер мәдениеттің алтын қазынасы. Адамның ұлылығын білдіретін ғажап көрініс. Сіз осы мәдениет саласына қалай келдіңіз? Армысыздар, ардақты ағайындар. Мен осы 70-ші жылдан бастап осы мәдениет саласында үзбей жұмыс жасап келатырмын. Сол жұмыс жасай жүріп арасында қанша түлектерді, оркестр дайындадық. Қаншалықты әжелеріміз бар, оларды дайындай келе, соныменен осы 2013 жылы зейнетке шықтық. Әлі де үлесімді қосуға аянбай, сіздердің орталарыңызда жүруге ниеттімін. Рахмет, Ильяс аға. Халқыңыз өнеріңізді жоғары бағалап, сүйіп тыңдайды. Желі көрермендері сіз жайлы жақсы пікір жазып, әніңізді орындауды сұрап жатады. Ильяс аға, Абай атамыз айтпақшы, көңілге түрлі ой салар, әнді сүйсең мен жесін деп. Қазақ қашанда ән мен күйді жоғары деп санаған. Сіз осы домбыраңызбен ән айтып берсеңіздер. Аңсадым жұртым армысың, төрт көзің түгел бармысың, көрмегені көп болды, сағынып жаным қалды шын. Сендер деп жырлап өтейін, кеткенше бойдан өлбішін, мені де жырша еткізген өздерің берген алғысың. Қойыңа арнап әдейі жыр күшін алып келіп ем, сусынымды қандырыр жырлар жанын теріп ем. Құтты болсын бүгінгі бақыт қонған тойыңыз, орындалсын ниетпен арман тілеп ойыңыз. Ауылдас бауыр ағайын, көңілдің кілтін табайын, жырма сусап отырсын, жалғанбай неге қалайын. Көкейден шығып ән ашар адамның ішкі сарайын, байыпты сөздің бақ жамбарымды айтып қалайын. Ән мен жырға деген шексіз сезіміңіз, махаббатыңыз ұрпақтарыңызға дарыған ба? Мен осы зейнетке шыққаннан бастап, осы мен қалған өнерімді жалғастырып келе жатқан артымда балам осы мәдениет саласында көркемдік жетекші болып жұмыс атқарып келе жатыр. Сіз домбырамен бірге Қазақстандағы көпшіліктің сүйікті аспабы сырнаймен жеке орындауда ән салып, халықтың үлкен сүйіспеншілігі мен құрметіне ие болып жүрсіз. Көрермендердің сұрауы бойынша сырнаймен бір ән орындап берсеңіз. Keylep otur benim ağulum, Aladağ'ın bağırım. Tuğ üstüm sendi seyip, Ağuladım jastağ жалым. Keylevime jasıl jayqalım jatır, Belgili Aladağ'ın
Қысқаға, бата менен ел көгерер, жаңбыр менен жер көгерер демекші, қазақ еліне бір батамызды берсеңіз. Тәуелсіздігіміздің 30 жылдығы құтты болсын. Еліміз аман, жұртымыз тыныш, туымыз тоғырлы болсын. Қай елдің мәдениеті мықты дамыса, сол елдің рухы мен еңсесі жоғары болады. Рухани байлық пен ұлттық мәдени дәстүріміз сақтап, өркендету жолында аянбай еңбек етіп жүрген ағамызға мыңда бір алғысымыз айтамыз. Келгеніңізге